достар, сіздермен мен Мадина Дәулетбекқызы. Бүгін мен есіктің алдындағы чөжелерге бір видео түсірейін деп шештім. Видео басталмас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайктарыңызды аямаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бүгін күн жылы болғаннан кейін чөжелерімізді есік алдына шығарып қойғанбыз. Бүгінгі чөжелерді қарау менің міндетімде болған. Неге десеңіз, біздің төбеде осындай бір жабайы мысық бар. Сарала мысық. Осы мысық ылғи біздің чөжелерімізді аңдып жүреді. Алдында бір чөжемді жеп кетіпті. Сонымен қайта мен уақытында шығып қалдым. Бұл мысық та келіп үлгеріпті. Мына жерде чөжелерімді аңдып тұр. Мысық чөжелерді аңдып, мен мысықты аңдып, әйтеуір бір-бірімізді аңдып тұрмыз. Бірақ бұл мысықты да жамандай беруге болмайды. Бұның да пайдасы бар. Төбедегі тышқандарды, тықырлаған крысаларды жеп өзінің қызметін атқарып жүреді. Бірақ кейде қызметін асыра сілтеп жіберетіні бар енді. Сонымен бұл мысық чөжелерді аңдып ары қаратай кетіп қалды. Потом мен магазинге барып, үйге керек заттар алып келіп алайын деп шығып кеттім. Келсем чөжелерім орнында екен. Бір уақытта тағы бір қарап қояйын деп шықсам, 3 ит чөжелерімді қуып жүр. Мен мысықтан күдіктеніп жүрсем, чөжелерімнің жауы басқа екен. Сонымен не керек, бір чөжені өлтіріп кетіпті. Чөжелерімді іздедім, қайда кетіп қалды екен деп жан-жақты іздедім. Басқа чөжелер де көрінбейді. Бұлар қайда кетті деп қарап қойсам, мына жақта тағы бір чөже жатыр. Сонымен достар, чөже бағу менің қолымнан келмейді екен. Мына біреу әлсіреп жатқан чөже өлейін деп жатыр екен десем, қорқып жатыпты. Біраз уақыттан кейін тұрып кетті. Не достар, өстіп есік алдына чөжелеріңізді шығарғанда абай болыңыздар. Ит, мысық деген бәлелер аңдып жүреді екен. Енді обал болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеомда кездескенше.